Осы жасқа келгенімше, өмірімді жақсы өткіздім бе, жаман өткіздім бе, әйтеуір өткіздім. Оқыдым, тоқыдым, ұмыттым, жалықтым. Еске түсіре алмай дал болып, қайта қарап, ойыммен тартысып, әурешілікті көре келдім. Зат сату? Жоқ, сата алмаймын. Қарызға беріп артынан өзім төлеп, елге тыйын үшін жалынышты көрінгім келмеді. Ал өзі біліп берешегін әкеп беретіндер аз еді. Қойшы, жетпей жүрген шығар, өз бағасына бере салайын деп жүріп, сыйлай салатынды да шығардым. Ақыры тоқтаттым. Көлік жүргізу? Осы күнге шейін бар білгенімді келесі көлік айдауыма дейін ұмытып қалатын немқұрайлығым бар. Бірінің соңынан бір адамды тіркеп пирамида құруда да жоқпын. Ақыры инста парақшасын ашып, эссені үйрете бастадым. Курс жүргізудің шеберіне айналдым. Білімді сату ят емес екенін ұқтым. Өтпейтін товардың рекламасы мықты болады дегенге мән бермей, өзімді жарнамалай бастадым. Ұнады. Ел ұққан сайын тұлғалық сенімділігім арта түсті. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді YouTube каналыма тегін сала берейін. Видео мен контентті ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын, көрсін, қолдансын, коммент қалдырсын, каналға тіркелсін, қоңыраушаны бассын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым.